Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдағы қылмыстың алдын алудың аса маңызды шарттарының бірі. Десек те, кәмелет жасына жетпеген балалардың құқық бұзушылық жасаған үшін ата-анасының тікелей жауапты екенін, тағайындалған жаза ең алдымен балалардың мүддесі үшін жасалатынын естен шығармаған жөн. Қызылорда облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандардың ауданаралық соты қылмыстық азаматтық істермен қатар кәмелетке толмаған балалардың жасаған әкімшілік құқық бұзушылық істерінде қарайды. Енді осы соттың практикасының тәжірибесінде көбінесе кездесетін екі бап бар. Бізде 442 бабының және 127 бабы бойынша істер көп қаралып жатыр. 442 бабында кәмелетке толмаған балалардың түнгі уақытта ата-анасының ерік жөнсіз ойын-сауық орындарында, көшелерде жүруіне жол берген үшін жауаптылық көзделген. Бұл жауаптылық ең бірінші кезекте кәмелетке толмаған баланы қорғауға бағытталған. Яғни ата-анасы өзінің жаңағы кәмелетке толмаған баласының қайда жүргенін, түнгі уақытта бақылауын жүзеге асырады. Сол жауапкершілігі арқылы ата-ананың жауапкершілігін көтереді. Кәмелетке толмаған бала түнгі уақытта жүрген үшін бірінші рет анықталған жағдайда ол үшін ескерту әкімшілік құқық бұзушылық жазасы көзделген, сол беріледі. Екінші рет жасаған жағдайда ол ата-анасына сот арқылы 1 жылдың ішінде екінші жасағанда сот арқылы 7 айлыққа дейін есептік агрессив көрсеткішінде айыппұл салынады. Енді осы қаралған істер бойынша сот практикасында болған нақты істерге көшсек, мысалға осы соттың 12 мамыр 2023 жылы кәмелетке толмаған бала 23 сәуір 2023 жыл сағат 4:00 шамасында Қызылорда қаласы Бегмана көшесінің бойында түнгі уақытта ата-анасы қарауынсыз жүрген. Бұл әрекет 1 жылдың ішінде екінші рет қайталанып отыр. Сондықтан әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабының 3-ші бөлігімен анасы кінәлі деп танылып, осы бап бойынша оған 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынып, салынған айыппұл 30%-ға қысқарта отырып, түпкілікті түрде 16.905 теңге көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар қазір енді бізде қоғамда толғандырып отырған мәселе мына кәмелетке толмаған балалардың көлік айдап кету фактілері жиі көп жерде. Елді мекендерде, қаланың ішінде де. Енді кәмелетке толмаған баланың біріншіден оның айдауға ашығы жоқ, білімі жоқ, оған арнайы құқығы жоқ. Енді баланың онда құқық бұзушылық жасауға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 612 бабының 2-ші бөлімі реттеледі. Яғни көлік құралын айдауға құқығы жоқ тұлғаның көлік басқарғандығы жауапкершілік көзделген. Енді сондай әрекет үшін ата-анаға да жауапкершілік көзделген. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабының 3-ші бөлігінде кәмелетке толмаған баланың қасақана қылмыстық немесе құқық бұзушылық әкімшілік құқық бұзушылық жасаса, ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сондықтан осындай фактілер көп жиі орын алуына байланысты көбінесе ата-аналарында хаттама толтырылып, сотқа істері түсіп жатыр. 127 бабының 3-ші бөлігімен орын алған оқиға бойынша да қысқаша айтып өтейін. Соттың 5 мамыр 2023 жылғы қаулысымен кәмелетке толмаған бала 22 сәуір 2023 жылы сағат 02:15 шамасында түнгі уақытта, яғни көлік құралын басқару жоқ күйінде автокөлігін басқарған. Яғни кәмелетке толмаған бала өзі 16-ға толғандықтан оған әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 612 бабының 2-ші бөлігімен хаттама толтырып қаулы қабылданған, ата-анасына айыппұл салынған 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Сонымен қатар ата-анасына тағы да баласының жаңағы қасақана әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабының 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 69.000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Қайтадан айтып өтуім керек, бұл құқық бұзушылық нелер бірінші қайтадан балаға бағытталған, баланы қорғауға бағытталған құқық бұзушылық жасауға. Сондықтан әрбіріміз өз баламызды қорғайық, оны амандығын тілесек, оның жаңағы дұрыс дамуын тілесек, бірінші деңгейде баланың қай жерде жүргенін қадағалаймыз, не істеп жүргенін, ерте жаңағы көлік айдауға, басқа әрекеттер істеуге асықпауымыз керек.